анам көрсеткендей бір мейірім көрсетпейтіндей бір кездер болды да, солай ойладым. Бірақ ол ойдың қате екенін мен жол апатына түскен кезде түсіндім. 6 класты бітірген кезде қаладағы мектепке ауысу керек болды. Мен ауысқандағы себебім спортқа қатысқым келді. Ауылда спортқа қатысатын мүмкіндік болған жоқ. Сонда жаңа қалаға аттанардың алдында әкем айтады, мен енді 12 жастағы баламын сол кезде. Шырағым, әр қыздың бетіне бір қарап ыржаңдай берме, жігітке ол жараспайды деген бір ақыл айтты. Әлі есімде, осы ақылды айтып отқан кезде мен таң қалдым да. 12 жастағы балаға бұл ақылдың қандай қатысы бар? Енді қазіргі 12 жасар бала мен ол кездегі 12 жасар баланың арасы аспан мен жердей, оны ұмытпау керек. Кейін бірақ жаңа қалаға барған кезде бір жаңағы вечер болады, бір жиындар болады, қыздар балдар араласып жүретін. Сол кезде ана әкемнің сөзі менің алдыма бір қақпақ ұқсап, темір қақпақ ұқсап тұрып қалатын еді. Сол сөздің әсері өте үлкен болды маған. Енді әкеммен өте жиі әңгімелеспейміз, бірақ әңгімелесіп тұрам, жүйелі түрде әңгімелесем. Мынау Мұқағалидың өлеңі бар ғой, сақалынан айналдым қарт бабалар, ұрпағыңа не айтасың артта қалар, о тірі шежірелер қалдырыңдар, қанекей нелерің бар салтқа жарар. Мен әкемнен бабаларым туралы салтқа жарайтын әңгімені бастан аяқ сол әкемнен естім. Кейін сол әңгімелерді елдің алдында айта бастаған кезде ол әңгімелердің ел үшін, қазақ үшін өте құнды керек әңгімелер екеніне көз жеткіздім да. Сондықтан негізгі әңгімеміз бабалар туралы болады. Бабалардың мінезі, болмысы туралы болады. Олардың кеңдігі, тектілігі туралы болады. Және бір өмірде бір тығырыққа тірелген сәттер болады ғой. Сондай кезде адам іздейсің. Сол кезде менің ең бірінші ойыма оралатын адам, алдына барып жүгінетін адам ол менің әкем. Бір кездерде бір арамыз суынғандай болып көрінді. Әкем маған анам көрсеткендей бір мейірім көрсетпейтіндей бір кездер болды да, солай ойладым. Бірақ ол ойдың қате екенін мен жол апатына түскен кезде түсіндім. Жол апатына түстім. Сонда жаңа ауруханаға түсіп шығып келген кезде шырағым не болды деп жаңа маңдайымнан иіскеген кезде әкенің жүрегіндегі, болмысындағы махаббат, мейірім ешқайда кетпеген екен. Ол тек қана керек кезде ғана іске араласатын іріктелген сарбаздар сынды салмақты сезім екенін мен сол кезде сезіндім. Мына қара құрт шағып алған 18 жасында сол жанмен арпалысып жатқан кезде әкемнің мейір махаббатын көрдім.